Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай үлпекте жұмсақ сосиски в тестенің рецептісімен бөлісемін. Алдымен жылы сүтімізді ыдысқа құйып, артынан тұз бен қант салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Ашытқы салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және де артынан күнбағыс майын құйып, тағы да араластыратын боламыз. Ендігі кезекте ұнды саламыз, ұнның 1/3 бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, сіздермен келесі видеода осындай праздничный салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны кез келген мейрамда, тіпті күнделікті жасауға болады, сондықтан да каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Араластырып болған соң, оның тағы да жарты бөлігін салып, араластырып, осындай біркелкі масса болғаннан кейін ғана оның қалған бөлігінің барлығын салып, қамыр елейтін боламыз. Достар, қажетті ингредиенттердің барлығын төменде описаниядан көре аласыздар. Осындай жұмсақ қамыр елеп, бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамырымыз осылай өте жақсы көтерілді. Енді қолымызға кішкене күнбағыс майын құйып, қамырымызды алып жаятын боламыз. Жайған кезде ұнның қажеті жоқ. Екі жақ бетінде күнбағыс майымен майлап, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымыз тым жұқа болмау қажет. Сондай-ақ осындай кескіндер жасап шығамыз. Аралықтары 1-1,5 см болу керек. Сосисканы орайтын боламыз, ешқандай қиындығы жоқ. Дәл видеодағыдай осылайша дөңгелете отырып, орап шығамыз. Сіздерге айта кететін бір жағдай, қамырға ашытқы қосқан кезде ашытқының жаңағы сапасын қадағалап алғандарыңыз жөн болады. Неге десеңіздер, мен алған ашытқы сапасыз болып, мен 4-5 сағат көлемінде қамырдың көтерілгенін күткен болатынмын. Сондай-ақ қамыр міндетті түрде өте жақсы болып көтерілуі тиіс, әйтпесе жаңағы сырты сосиски в тестенің қатты болып қалады. Достар, осылайша барлығын орап болғаннан кейін противенге жаңағы пергамент қағазын төсеп, бір жұмыртқамызды осылайша шайқап, сосискидің беттеріне жақсылап жағып шығатын боламыз. Енді 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің сосиски в тесте осындай өте жұмсақ, алтын түстес әрі дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.